Жаңызға қайырлы таң. Бүгін ашытқысыз бауырсақ жасаймыз. 2 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң бөлме температурасындағы айранды 1 шай қасық қаймақты салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Және де жарты шай қасық соданы салам, оны да араластырамыз. Араластырып болған соң қамырды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң бетін жауып жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырды жаямыз. Егер қамырларыңыз өте жұмсақ, қолға жабысып, оқтайға жабысып жатса, аз-аздан ұн сеуіп отыруларыңызға болады. Қамырды орташа қалыңдықта жаямыз. Я қалың, я жұқа болмау керек. Орташа қалыңдық дегеніміз 3-4 см қалыңдықта, яғни осылай. Және де бауырсағымызды осылай тесілген консервімен кессеңіздер болады. Себебі осылай тесілген консервіміз бауырсақтың жақсы көтерілуіне әсері бар, яғни осы тесіктер арқылы ауа кіріп тұрады. Бауырсақтарымызды кесіп болған соң қызып тұрған майға 2 жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз осылай әдемі болып, жақсы болып көтеріледі. Және де осы піскен бауырсақтарды қағаз салфеткаге қойып қойсаңыздар болады, яғни майын ағыздырып алсаңыздар болады. Осымен бауырсағымыз дайын. Осылай бауырсақтарды пісіріп көрсеңіздер де болады. Өте дәмді, жұмсақ, арасы воздушный. Барлықтарыңызға рахмет, істеріңізге сәттілік.